Сәлем. Бүгін өз YouTube каналымда күнделікті чудо жаңалықтар еститін бір күшті бір техникамен бөліскім келіп отыр. Неге? Себебі біз күнделікті азанда таңертең оянамыз и получается өмірімізді әдемі жаққа өзгерту, яғни күнделікті чудо жаңалықтар естуге, или болмаса жоқ. Солай қалай бар солай өткізе береміз негативтермен. Получается, екі түрлі выбор болады. Сол үшін де күнде өмірің соңына дейін чудо жаңалықтар еститін күшті бір техникамен бөліскім келіп отыр. Мен бағила именно осы қарыз темасында 3 жылдай бойы зерттеп, қаншама білім алып, өзімнің 20 миллионымды жауып, артынан қайтадан 5 миллионға кіріп кетіп, сол жерде қателігімді тауып, осылай көп адамдарға пайдам тисін деп жүрмін. Так, кеттік. Бұл бір банальный дүние болуы мүмкін. Дәл қазір не айтады екен деген сияқты сезіммен отыратын болсаң, так, стоп, саған айтар едім, ожиданияны алып таста. Именно чудо техникаларды еститін ол ожидание екен. Получается, бірдеңе күту. Так, осы жаңа жылда премия берілетін шығар, премияны күтейін. Или болмаса, так, мен күйеуім мынандай нәрсе бүйтіп айтсам, бүйтіп жасайды. Ата-анам маған осындай кезде осындай бір машина алып береді. Или там ақша салып жүреді, мен туған күнім ғой, неғып барлығы құттықтамайды. Получается, күту, ожидание. Адамды ең минусқа кетіретін ожидание. Бизнес бастасаң да қазір осыдан 5 миллион теңге шығаруым керек, ожидание, постоянно фокустың барлығы сол жерде. Или болмаса партнермен жұмыс жасап жатсаң да тоже ол да былай ақша салу керек. Или біреуден қарызға ақша сұрасаң да тоже беру керек, ожидание. Бізді минусқа кетіретін осы ожидание екен. Енді чудо жаңалықтарды біз естуіміз үшін, чудо жаңалықтарды жасауымыз үшін ең бірінші таңертең көзімізді ашқан кезде мына бір сөз: Аллахым, бүкіл жақсылықты тек қана сенен күтемін, және де бір адамнан қандай да бір кішкентай шаңның тозаңдай да болса бір нәрсе күтіп жатсам, сразу алып тасташы, өтінем. Өйткені мен осы бір нәрселер мені минусқа кетіріп жатыр деген сияқты. И ожидание деген тағы да мынандай: қашан қарыздан құтылады екен, қашан қарыздарымды жабады екен, қашан осы бір нәрселерден құтылады екен. Получается, постоянно күту да, ештеңе жасамай күту. Ал чудо жаңалықтарды есту дегенімізде, чудо жаңалықтар күту, бірдеңе сатып алудың ештеңе керегі жоқ. Бірінші өзіміздің миымызбен өзімізді тәрбиелеу. Ешкімнен ештеңе күтпеу. Жаңағы сөзден кейін таңертең тұрған кезде, или бір жұмыс жасаған кезде біреуден бірдеңе күту деген ойды алып тастаймыз. Ой, мен ешкімнен ештеңе күтпеймін, өзім пахать етем деп ойлауың мүмкін. Бірақ бұл сен алдынан шығатын болса, бұл видео, значит, қандай да бір ожиданияларың бар. Балаңнан, қызыңнан, мамаңнан, папаңнан, бастықтан, әйтеуір бірдеңеден бір қандай да бір ожидание бар. Ал чудо техникасы дегеніміз ол ешкімнен ештеңе күтпеу, просто жасай беру. Мысалға, каждый бір садақа жасаған кезде, қайырымдылық жасаған кезде, мен жәннатқа кіретін сияқтымын деп ойлаймыз ба? Жоқ, ойламаймыз ғой, бірақ істей береміз. Тура әрекеттерде сондай, ешкімнен ештеңе күтпеу. Енді бұл техниканы қалай жүзеге асырамыз? Басында бұл қиын болады. Дәл қазір мен осы бір видеоны көріп атқан кезде де анандай бір сезімдер болып атуы мүмкін сенде. Типа, не айтып атыр? Ой, қош, бірдеңе айтады, да қояды деген сияқты. Жоқ, күнде чудо техникасы жұмыс жасайды, если біз осы бір дүниелерді жасайтын болсақ. Бірінші баста қиын болады, айттым ғой, и одан кейін біз не істейміз? Аламыз да күніге таңертең или болмаса кешке параққа аламыз да жазамыз. Не үшін? Мен осында ешкімнен ештеңе күтпеймін, осы нәрсені жасаймын, осы бір 3 жұмысты жасаймын, болмаса мына бір 3 жұмысты жасаймын. Б вариантын істеп қою керек та, Б план. План А, план Б деп сызып қою керек та. И содан кейін жасай беру керек. Енді бұл жерде жасаған кезде жүрекпен нәпсі бізге кедергі келтіреді. Ал біздің іс әрекеттеріміздің асып кетуі, ол нәтижелі болуы, ол мимен жұмыс жасалған кезде.
Мысалы ми, нәпсі, жүрек деп алып қоятын болсақ, жүрек пен нәпсі сізге бағынбайды, вообще бағынбайды. Және де бұл екеуіне ақша никогда келмейді. Ақша тек қана миға келеді. Получается, чудо техника істеген кезде біз жасай береміз. Именно намаз оқып жүріп тастап кететіндер, мен жүрекпен сезінбедім деп бастайды. Жүрекпен сезінудің керегі жоқ. Оқи береміз, бір күні ол өзі жүрекке кіреді екен. Так что ол постоянно оқу беру керек. Сол кезде бір жерден ұрған кезде нәтиже шығады. Именно чудо техникаларды жасаған кезде ешкімнен ештеңе күтпейміз. Азанда ол сөзді айтқаннан кейін отыра қалып жазамыз. Мен ешкімнен ештеңе күтпеймін. Осы бір іс әрекеттерді мынадан кейін мынаны жасаймын. Фокусты только әрекетке қоя бересің. Так, мына әрекеттен кейін ана адам 2 адам алса, анау 3 алса, сосын мынандай ақша түссе, жоқ. Бірінші ақша түссін, сосын жасаймыз. Но мына бір ой келуі мүмкін. Жасап жатқан кезде по-любому ақшаны есептейсің ғой. Иә, дұрыс, есептеу керек. Бірақ сол есептеген сол жердегі мына адам мынанша алу керек еді. Мына жерде 4 продажа болу керек, мына жерде 6 продажа болу керек еді деп біз фокусты қатты ол жерге қоймаймыз. Түсінікті ғой да? Получается, біз ешкімнен ешқандай нәрсе күтпейміз. Ожидание бізді өлтіреді. Не только что ол біреуден ақша, біреуден поддержка емес, даже жасап жатқан жұмысымыздың өзінен де ештеңе күтпей жасай беру. Ештеңе күтпей жасай беру деген ең қиын нәрсе. Ең қиын нәрсе адам өзін тәрбиелеу. Ең қиын нәрсе адам өзінің ойын тәрбиелеу. Так былай негізі жұмыс жасауда, ақша табуда, баюда қиын емес. Ең бірінші этап ол қиын нәрсе, ол адам өзін тәрбиелеу. Получается, чудо техника жұмыс жасайды, ешкімнен ештеңе күтпеу. Одан кейін барып, үшінші этабы бар. Чудо техникалар ол бір дүние болған кезде оған вау деп қуану. Мысалға, сенің өмірінде біреу кетіп бара жатқан кезде жолдан өтіп бара жатыр, жол берді. Сен оны вау деп санайсың ба? Жоқ, обычный нәрсе деп санайсың. Осындай майдан нәрселерді обычно деп қуанбау үлкен нәрселерді алып келмейді екен. Получается, саған біреу жол берді ма, вау деп қуан. Біреу саған конфет берді ма, вау, чудо, это все чудо. Азанда тұрғаныңның өзіне қуана беру керек. Вау, мен тұрдым, вау деп қуанып, вау, қара мен өмір сүрдім. Неге? Біз оның барлығын обычно күнделікті болуы керек система ретінде қабылдап қоямыз. Содан кейін үлкен дүниелер келсе де қуанбаймыз. Или болмаса ол үлкен дүниелерді не істейді? Жауып тастайды екен. Вот, поэтому кішкентай нәрселердің өзіне вау деп қуанамыз. Біреу шашың әдемі болып тұр екен, күшті нәрсе естідім маған. Бүгін аздан машинамды оталдырып едім, әшейін просто күшті оталып кетті. Ол күшті отала берсін, ол обязательно күшті оталу керек қой деген сөз емес. Обязательно. И не деген сөз, получается, кішкентай нәрселердің өзіне қуанамыз. Мысалы, балаң, мама сен осыны әдемі болып тұрсың, вау. Получается, сенің өміріне үлкен дүниелер келеді. Қарызды жабу, бизнесті бастау, күшті жігіт жолықтыру, күшті әйел жолықтыру, осының барлығы келеді. Когда сен кішкентай нәрселерге қуанған кезде, пока что сен өзің кішкентай нәрселерге қуана алмайсың, пока что сен кішкентай нәрселерді обычный деп ойлайсың, поэтому саған үлкен нәрселер осылай келмейді екен. Қарыз жабуда тура осындай. Мысалы, бүгін азанда 1000 теңгеге өзіңе кофе алдың, вау, машалла, қандай өмір күшті, керемет. Кішкентай нәрселерге біз қуана білгенде үлкен дүниелер келеді. Тағы да қайталап айтамын. Вот, чудо техникалар дегеніміз осы 3 этаптан тұрады. Так, қорыта кетейін. Ең бірінші, азанда таңертең тұрған кезде, Аллах тағала, мен ешкімнен ештеңе күтпеймін, тек қана сенен күтемін. Осы бір әрекеттерімді сенен күтемін. Если бір рет айтып, дальше ары қарай өзің ожиданияңды жасап кетіп жатсаң, кешке таман өзіңе отчет беріп, целый день айт. Үндемей айтып жүре бер, и ол миың жаттап қалады, бұл ешкімнен ештеңе күтпейді. И екінші, одан кейін барып, мына нәрседе мынанша теңге болса ғой, мынандай болса ғой деп, сол жаңағы осы жерден осы жақша түсу керек деген сияқты соны ажырдай етіп жүруді тоқтату керек. Отырып жазасың ғой, сен күнделікті кімнен қандай нәрседен ожидание күтесің, и одан кейін оны қанша уақыт ойланасың, өзіңе отчет бер. Одан кейін барып үшінші, майда нәрселерге қуана беру.
вау күшті, инстаграмға бір подписчик жазылды ма, вау не деген керемет күшті, одан кейін 2 сторис салдың ба, вау керемет, вау мен күштімін, одан кейін барып шашыңды укладка жасадың ба, күшті, жолда біреу не істеді, вау не деген техника мынау, не деген әлем мынау, не деген күшті деп қуана бересің ғой майда шүйде нәрсеге. Аллах тағала айтады да, мынау майда мынандай нәрселерге қуанып отыр ғой, мә деп оны 2 есе береді екен да, қарызыңды жауып тастайды. Мә деп одан кейін барып бір бизнестен идея келеді. Мә деп аяқ асты мысалы қайтарымсыз кредит аласың ба, мә деп аяқ асты үй. Вот осы нәрселерден біздің өміріміз чудаға айналып кетеді екен. Жасап көр, 3 күн жаса, 7 күн жаса, именно осы дүниелерді жасаған кезде онкологиядан жазылып кеткен болатынмын.